Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 108-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу ежелгі замандағы ұлы математиктер. Бірінші тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші тіктөртбұрышта ауданы белгісіз. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейту керек. Яғни 12 сантиметрге көбейтеміз 8 сантиметрді. Тең болады 96 сантиметр квадрат. Екінші тіктөртбұрышта ұзындығы белгісіз. Ұзындығын табу үшін ауданынан бөлеміз енін, яғни 480 сантиметр квадраттан бөлеміз 10 сантиметрді. Тең болады 48 сантиметр. Үшінші тіктөртбұрышта ені белгісіз. Ені табу үшін ауданнан бөлеміз ұзындығын, яғни 75 дециметр квадраттан бөлеміз 15 дециметрді, тең болады 5 дециметр. Яғни үшінші тіктөртбұрышта ені 5 дециметр. Екінші тапсырма бөлудің қалай орындалғанына қара. Жазамыз. Бөлінгіш 286, бөлгіш 2. Бірінші тоғымсыз бөлінгіш 200-дік. Бөлімде 3 цифр болады, яғни ол жүздік, ондық, бірлік. Жүздіктерді бөлеміз. Яғни 2 бөлу 2 тең 1. Бөлімдіге 1 сан жазамыз. Қанша жүздікті бөлгенімізді тексереміз. Ол үшін көбейту керек. Яғни 1 көбейту 2 тең 2. 2 сан жүздіктердің астына жазамыз. Азайтамыз. Яғни 2-ден азайтамыз 2-ні, тең болады 0. Жүздіктер толық бөлінді. Енді ондықтарды бөлеміз. Яғни 8-ден бөлеміз 2-ні, тең болады 4. Бөлімге 4 сан жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. Яғни 6-дан бөлеміз 2-ні, тең болады 3. Бөлімдіге 3 сан жазамыз. Жауабы 143 шықты. Үшінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. 82 бөлу 2. Бірінші ондықтарды бөлеміз, яғни 8-ден бөлеміз 2-ні, тең болады 4. Енді тексереміз. 2 көбейту 4 тең 8, 8 азайту 8 тең 0. Енді бірліктерді бөлеміз, яғни 2-ден бөлеміз 2-ні, тең болады 1. Енді тексереміз. 2 көбейту 1 тең 2, 2 азайту 2 тең болады 0. Сонда жауабымыз 41 шықты. Басқаларды да дәл осылай шығарасыңдар. Төртінші тапсырма есептерді шығар. Оқушылар үйінде математика үйірмесіне 639 оқушы, ал шахмат үйірмесіне одан 3 есе кем оқушы қатысады. Шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Қысқаша шарты: математика үйірме 639 оқушы, шахмат үйірме белгісіз 3 есе кем. Шешу: 639 бөлу 3 тең 213. 639 азайту 213 тең болады 426. Жауабы: шахмат үйірмесіне 426 оқушы кем қатысады. Бесінші тапсырма. Баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. Дұрыстығын тексер. Баған түрінде көбейту, баған түрінде азайту, баған түрінде қосуды сендер білесіңдер. Ал баған түрінде бөлуді осылай орындайсыңдар. Мысалы 963 бөлу 3. 9 бөлу 3 тең болады 3. Тексереміз. 3 көбейту 3 тең 9, 9 азайту 9 тең 0. Бізде ондықтан 6 қалды. 6 бөлу 3 тең 2. Тексереміз. 3 көбейту 2 тең 6, 6 азайту 6 тең 0. Бірліктен 3 қалды. 3 бөлу 3 тең 1. Тексереміз. 3 көбейту 1 тең 3, 3 азайту 3 тең 0. Басқаларды да дәл осылай шығарасыңдар. Алтыншы тапсырма. Көрсетілген массаны жинау үшін қай кіртасты және оның нешеуін алу қажет? Өрнектерді жаз. Біріншісін қараңыз. Біріншісі 870. Яғни 870 тең 500 қосу 200, қосу 100, қосу 50, қосу 20. Екіншісі 785. 785 тең 500 қосу 200, қосу 50, қосу 20, қосу 10, қосу 5. Үшіншісі 355. 355 тең 200 қосу 100, қосу 50, қосу 5.
Жетінші тапсырма. Әже базардан 300 грамм алма мен алмұрт сатып алды. Таразының бір табағына алма, ал екіншісіне алмұрт салған кезде алмұрттың салмағы басып кетті. Содан кейін алмаға қосымша 100 грамм, ал алмұртқа 50 грамм кіртасты қойғанда таразы басы теңесті. Алманың массасы қанша, алмұрттың массасы қанша? Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Дұрыс таптыңдар. Алманың массасы 125 грамм, алмұрттың массасы 175 грамм. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.